Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дайындалу жолы оңай королевская ватрушка бәлішінің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Қажетті ингредиенттер: үгілмелі қамырға 300 грамм ұн, 150 грамм сармай, 60 грамм шекер, шым-шым тұз. Сүзбелі массаға 60 грамм сүзбе, яғни творог, 3 дана жұмыртқа, 140 грамм шекер, 4 ас қасық қаймақ, 1 ас қасық лимон шырыны. Ұнды үлкендеу ыдысқа салып, үстіне шекер, салқындатылған сармай салып, қолмен жақсылап араластырамыз. Ванилин, қопсытқыш салып араластырамыз. Үгілмелі қамырымыз дайын. Енді сүзбелі масса дайындайтын боламын. Сүзбенің үстіне жұмыртқаны, қаймақты, шекерді, лимон шырынын қосып, венчикпен жақсылап бір келгі болғанша араластыратын боламын. Осындай формаға жасаймын. Форманың диаметрі 24 см. Форманың астыңғы қабатына пергамент қағазын жайып, ішін сармаймен майлап шығамын. Үгілмелі қамырды екіге бөліп аламын. Бір бөлігін формаға салып, қасықпен тегіс етіп жайып шығамын. Үстіне сүзбелі массаның барлығын салып жаятын боламын. Келесі кезекте қалған үгілмелі қамырды бір келгі етіп жайып шығамын. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште беткі жағы қызарғанша пісіремін. Бәлішіміз дайын болды. Керемет! Дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бірінші рет дайындап көргеннен ақ бұл бәліш сіздердің ең сүйікті десерттеріңізге айналары сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.